Сәлем достар, мен сіздерге бүгін Ұлы Жібек жолы туралы айтатын боламын. Бұл шығысты батыспен байланыстырған ежелгі сауда жолы. Осы Ұлы Жібек жолының тарихы туралы, қалыптасуы туралы және Қазақстанның территориясындағы тармақтары туралы айтатын боламын. Сондықтан сіздер менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап қоюларыңызды сұраймын. Ұлы Жібек жолы біздің заманымыздан бұрынғы 3-2 ғасырларда басталды. Бұл туралы Қытай тарихшысы Сыйма Сиянның қолжазбасында жазылған. Сауданың басты товары бұл жібек болды. Жібек Қытайда өндірілді. Жібек алтынмен теңеліп, халықаралық валютаға айналған. Жалақы менен қарыз жібекпенен төленген. Жібек матасы Қытайда өндірілгендіктен қытайлықтар бұл өндірісті ұзақ уақыт құпияда ұстады. Сондықтан ол басқа елдерге, батысқа осы жібек саудасы менен аты шығып сауда жасады. Жібек артқан керуендер Қытайдың Хуанхэ өзенінің аңғарынан шығып, олар Индияға, Иранға, Иракқа, Арабияға, Византияға, тіпті Жерорта теңізіне шығып, Европаға дейін сауда жасаған. Бұл жолменен тек Қытайдың жібегі ғана тасылып қойған жоқ, бұған жауап ретінде шығыс елдеріне қарай Жерорта теңіз жағасындағы елдер, таяу және орта шығыс, Орта Азиядағы елдер, сондай-ақ Үндістан, Иран елдерінен Қытайға қарай, шығысқа қарай түрлі товарлар тасылды. Орта Азияның атақты асыл тұқымды жылқылары, шығыс елдерінен пілдер мен мүйіз тұмсықтар, барыстар менен арыстандар, сондай-ақ қаршыға, бүркіт сияқты құстар, жүзім, мәдени өсімдіктерден жүзімдер, шабдалы, қауын, женшен, мускат жаңғақтары тағы басқалар сатылған. Осы жібек жолының Қазақстандағы тармақтарына келетін болсақ, қазақ жері батыс пен шығысты байланыстырып жатқан 9 жолдың торабы болды. Ал Қазақстанның жетісу жері бұл шығысқа шығатын негізгі қақпа болды. Шығысқа шығатын жолдың басты бір бағыты оңтүстік батыс жетісу жерінен өтетін болған. Ол Тараз қаласы арқылы Алматыға жетіп, одан Шелек, Сүмбе, Жаркент, Іле-балық арқылы шығысқа бет алады. Ал екінші жолы ол солтүстік шығыс бағыт. Алматы, Алмалы, Қапшағайдан өтіп, Шеңгелді, Алтынемел, Дүнгене, Қойлық қалаларын басып өтіп, Алакөл жаны мен Жоңғар қақпасына дейін жетеді. Ал үшінші бағыт Тараздан шығып, Сарқан жері арқылы солтүстік шығыс Қазақстанға бет алды. Бұл бағыт Құлан, Қантау, Балатопыр, Айнабұлақ бекеттерін басып өтетін болған. Қазақстан территориясында Ұлы Жібек жолының бойында жатқан қалалар Құлан қаласы, Іле-балық, Екіоғыз, Испичап, Отырар, Шауғар қалалары гүлденіп дамыды. Сауда кезінде елдер бір-бірімен тек қарым-қатынас жасап, тұтыну товарларын алып қана қойған жоқ, олар өзара мәдени жағынан да байланысқа түсті, өркениетті бір-бірінен үйренді. Мәселен, археологиялық қазба жұмысы кезінде Византия шеберлерінің қолынан шыққан тамаша күміс құмыралары Тараз қаласынан табылды. Ал Қытайдың әдемі фарфордан жасалған көздің жауын алатын ыдыстары Қазақстандағы Талғар, Испичап, Отырар қалаларынан табылды. Бұлардың көптеп табылуы жергілікті жердегі шеберлердің де осындай ыдысты жасай білуінде, үйренуінде деп есептеуге болады. Ұлы Жібек жолының бойындағы елдер де жібек матасын өндіргісі келді. Қытай мемлекеті жібек матасын өндіруді аса құпия ұстады, бірақ соған қарамастан кейбір елдердің адамдары, саудагерлері жібек құртын қуыс қурайдың ішіне салып, қамыстың ішіне салып, тіпті кейбір әйелдер шашының арасына салып алып шықты. Сөйтіп, біздің заманымыздың алғашқы ғасырларында Византия мен Соғды елдерінде жібек өндіру дамытылды. Тіпті Соғды елі жібек өндіруден Қытаймен бәсекеге де түскен. Соғдыдағы жібек өндіру Қытаймен бәсекеге түсіп, жібек өндіруді басқа елдерде үйренді. Ұлы Жібек жолы бойындағы елдер бір-бірімен мәдениет алмасты, өркениет алмасты, және оларда әртүрлі тұжырымдар қалыптасты. Мысалы, Орталық Азияда әлемнің 4 патшалығы туралы тұжырым болды. Үндістан туралы пілдер патшалығы немесе үнді философиясы мен ғылымының дамуы даналық патшалығы деп аталды. Ал Иран мен Византияны бағалы тастар патшалығы немесе аңдар мен ерлер патшалығы деп атаса, түрік қағанатын сәйгүліктер патшалығы немесе жыртқыш аңдар патшалығы деп атады. Ал Қытайды адамдар патшалығы немесе мемлекеттік басқару және өнеркәсіп патшалығы деп атады.
Ұлы жібек жолы арқылы ән мен би өнері, әдебиет туындылары тарады. Сондай-ақ Ұлы жібек жолының бойымен дін де таралды. Қазақстан территориясында археологиялық қазба жүргізген уақытта Тараздан, Түркістаннан, Отырардан, Саураннан, Испичактан табылған мыс теңгелер осы Ұлы жібек жолы бойында товар ақша қатынасының да дамығандығын көрсетеді. Ортағасырлық жібек жолының сонымен маңызы отырықшы және көшпелі мәдениеттің өзара қатынасы күшейіп, бірін-бірі байытты. Қалалар көбейді, сыртқы байланыс дамыды, сауда өркендеді. Ұлы жібек жолы 2000 жыл бойы жұмыс істеді. Тек қана 15 ғасырда су жолы пайда болғаннан кейін бұл құрлықтағы жол бәсеңдеді. Достар, мен сіздерге Ұлы жібек жолы туралы пайдалы ақпарат бердім деп ойлаймын. Сондықтан менің қазақша контентіме тіркеліп, білімдеріңізді көбейте отырыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, достарыңызға және класстастарыңызға, балаларыңызға таратыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.